Меня зовут Калым Найля, я студентка третьего курса факультета общего строительства, и по программе академической мобильности я съездила в Польшу. Мен Жанпейіс Томирис, жалпы құрылыс факультетінің 3-ші курс студентімін. Және де мен академиялық құтқарылық бағдарламасы бойынша Польшадан оқып келдім. О программе академической мобильности я узнала через Инстаграм Казгасам. Дальше я пошла в международный офис, чтобы узнать о критериях прохождения конкурса. Ол конкурстағы жаңағы талаптарды айта кетсем, ол біріншісі IELTS 5-5-тен жоғары болу керек, GPA 3-2-ден жоғары болу керек, ғылыми жобаларға қатысқан сертификаттар болу керек, және де өзінің портфолионды жасап, комиссия мүшелеріне соны ағылшын тілінде көрсету керек. Уроки проходят намного свободнее, и дедлайны на какие-либо работы даются на очень большое время, то есть можно не спеша погрузиться в работу, и во время этого процесса можно также разговаривать с преподами, студентами. Польшадағы өмір өте қызықты болды. Студенттік өмірдің ең қызықты бояуларға толы шағы болды деп айтсам өкінбеймін. Себебі біз Найля екеуміз өте көп жерлерді көріп келдік. С Томирис успели побывать в очень многих странах. Наверное, самое большое впечатление у меня оставила Исландия, потому что, находясь в Исландии, было такое ощущение, что мы будто на другой планете. Там очень завораживающие виды, мы сделали очень много классных фотографий, увидели северное сияние и в целом очень классно провели там время. Сессия проходила в письменном формате. По каждому предмету мы сдавали определенный экзамен, которому выдавалось около часа или 2 часов. Времени хватало, заданий было не так уж и много, поэтому все сессии мы сдали и закрыли на отлично. Біз мұғалімнің алдына барамыз, бізге 2 сағаттай уақыт беріледі, және де сол кезде ғана біз өзіміздің тапсырмаларымызды көре аламыз. Бірақ қиын болып естілгенмен сессияны біз жақсы тапсырып шықтық. Да, конечно, мне очень там понравилось, я бы хотела снова туда вернуться. На это существует много причин. Наверное, первое, потому что поляки знают не только польский, но и английский. Поэтому в Польше не заблудишься, каждый похожий будет знать английский язык и сможет тебе помочь. Көрікті жерлер өте көп, үлкен қалалары да көп. Біз демалыс күндері қызықты жерлерге шығуға тырыстық. Мои пожелания студентам – это быть открытым к новым знаниям и опыту, а также важно помнить, что ваше образование – это инвестиция в ваше будущее. Студенттерге айтарым тек өз мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар, ештеңеден қорықпаңыздар. Бір құласаңыздар да сүрінбей алдыға қарай жүре беріңіздер. Мен сіздерге сенемін, қолдарыңыздан бәрі келеді деген үміттемін.